Так, біздер жаңа үшбұрыштың ауданын до конца соңына дейін қорыта салайық. Жаңағы күйден армен қарап та баруға болады, себебі S үшбұрыш тең болды. Бізде 2/1 көбейтілген қандай еді? Осы А векторының скаляр көбейтіндісі А менен Б векторының көбейтілген қандай еді? Тангенс альфа еді. Міне осы формуланы біз армен қарап ашып шықсақ та болады. Тангенс альфасын тауып, оны косинуспен келіп жеткеннен гөрі бірден соңына баратын формуласы қызығырақ болады. Енді қараңыздар, оған бару үшін біз қазір біраз қиналамыз. Себебі тангенс альфаны өзіміз косинуспен мыжып барамыз. Бұлай жасайық, тангенс альфаны айтатын болсақ, косинуспен байланыс формуласы қандай болады? Негізгі тригонометриялық теңдікті екі жағын біздер бөліп тастайтын болсақ, косинус альфаға 1 плюс тангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген косинус квадрат альфа бізде шығады ғой. Осы жерден біздер тангенс альфаны қорытып алатын болсақ, тангенс альфа бізде тең болайын деп тұр 1 бөлінген косинус квадрат альфа минус 1 болады. Осының барлығы бізде түбірдің астында болады. Так, осы нәрсені қазір біз нерге көбейтеміз, бірақ та қандай түрде? Косинус альфаның өзі қандай болады бізде? Векторлардың арасында косинус альфасы тең болады екеуінің скаляр көбейтіндісі мында астында ұзындықтары болады. Көбейтілген ұзындықтары. Так, осы формуланы мына ішіне қоятын болсақ, не істейді? 1 бөлінген болып тұр ғой. Алым мен бөлімі орын ауысып не істейді? Квадратталады, потом ортақ бөлім беру керек боламыз. Сол бойынша біздер аша қойсақ. Так, S үшбұрыш тең 2/1 көбейтілген екеуінің скаляр көбейтіндісі көбейтілген дейміз. Алым мен бөлімді орнына айналдырамыз и квадраттаймыз. Сол кезде біздер мына нәрсе пайда болады. Модульдердің несі? Осы нәрсенің бізде квадраты болады. И минус не дейміз қазір? Орын ауысады да, ортақ бөлім қайда кетеді? Мына нәрсе беріледі ғой. Бөліміне түсетін болса, осы нәрсеге көбейту керекпіз. Так, бізде скаляр көбейтіндінің несі болады? Квадраты болады. Бөлімінде осы скаляр көбейтіндінің несі тоже? Тоже осылардың квадраты болады. Бұның барлығы бізде түбір астында екен. Енді қараңыздар, бөліміндегі шығады ғой. Шыққан кезде не істейді? Мынаменен толығымен қысқарып кетеді екен. Енді мына ішіндегі нәрсені біздер ашып шығу керекпіз. Так, бұны ашатын болсақ, модульдерін не істейміз қазір? Әрқайсының ұзындықтарын жеке-жеке тауып ашып шығатын болсақ, бізде мынадай нәрсе шығайын деп тұр. Так, 2/1 мынаны ашатын болсақ. Так, аның модуль дегеніміз бізде болады AX-тің квадраты қосылған қандай? Y-тің квадраты болады. Осы бізде түбірдің астында көбейтілген екіншісі B-нікі. BX-тің квадраты қосылған BY-тің квадраты. Осы бізде тоже түбірдің астында. Осының барлығы не дейді бізде? Квадратта дейді. Мінеке енді жазып біттік бұл нәрсені. Потом барып минус мына нәрсені. Енді екеуінің скаляр көбейтіндісі қандай болады? AX-ті BX-ке көбейтеміз. Мінеке AX көбейтілген BX қосылған қандай? Y-ті Y-ке көбейтеміз. Осы жақшаның ішінде осы нәрсенің квадраты дейді. Бұның барлығы бізде ненің астында тұрады? Барлығы міне түбірдің астында. Енді мынаны ерінбей квадраттап шығатын болсақ, мына бір түбірлер, мына бір квадратпен жөліп кететіндігін ескереміз де, мына бір жақшаны мына бір жақшаға көбейтеміз дегендей көбейтіп жіберсек. И ананы да квадраттап ашсақ, не шығады екен? AX-тің квадратын BX-тің квадратына көбейтсем, AX BX осы нәрсенің квадраты дейік. Мынаны мен мынаған көбейттім болса, осыны мынаған көбейтем енді. Қосылған AX BY-тің несі болады? Квадраты болады. Енді мынаған көбейтем. Қосылған Y көбейтілген BX осының квадраты болады. Енді осыны мынаумен көбейтеміз. Қосылған так Y BX болады. Міне осы нәрсенің квадраты екен. Дұрыс па? Соңғысы BY ба? Так, BY. Біз мынаны ашып болдық. Енді осының барлығы не болу керек бізде? Минус дейміз. Алдына минус алып берсек болады. Болмаса былай жасай салайық. Мына жерге минустан басын қоя салайық та, бәрін плюспен аша берейік. Мынаны квадраттайтын болсам, менде AX BX-тің несі болады? Квадраты болады. Қосылған деп жаза берейік. Так, енді екеуінің несі болады? Екеуінің екі еселенгені. Екі еселенген AX BX Y
y болады. Қысқаша көбейту формуласы бойынша қосылған енді мынаның квадраты. by-тің несі? Квадраты. Енді мына азайтқан кезде астындағысының бәрі минуспен деп елестететін болсақ, мына біреумен мына біреу кетіп қалады. Мына біреумен мына біреу кетіп қалады. Сонда ортаңғылар бізде қалады екен. Енді қараймыз. Мына жерде ax пен by-ті жұптап алған, ay пен bx-ті жұптап алған. Сөйтіп жоқтауға бола ма жерде? ax пенен by-ті жұптап алсам, және bx пенен ay екеуі жұпталып тұр ғой. Онда мына ортадағы нәрсені біз қалай жазсақ болады? Мынау как бы а-ның квадраты минус 2а болып тұр. Мына минус не істейді мынаны? Мына таңбаны минус қылдырады. А-ның квадраты минус 2а плюс b-ның квадраты ұқсап тұр жерде. Сонда мына түбірдің астында өрнекті біздер былай жазады екенбіз қазір. Так, не істесек болады? ax by минус не істесек болады? Екіншісі ay bx деп. Мінекей, осының квадраты десем болады түбірдің астында. Алдында бізде 2-ден 1 бар екен. Енді мына нәрсе не істейді? Түбірден шыққан кезде мына кетіп қалады ғой. Кеткен кезде енді түбірден шығатын кезде бір нәрсені ескеру керек. Бізде не шығу керек бұл нәрсе? Модульмен шығу керек, иә? Алдында 2-ден 1 бар. Сонда соңғы ауданның формасы қандай болады екен бізде? 2-ден 1 көбейтілген ax. Так, модуль ішінде ax by минус ay bx. Соңында мінекей осындай оп-оңай формула шығады екен. Оны жоғары курста жалпы матрицамен шығару дейді. Негізінде біз мектеп курсының несіменен соңынан аяғынан аяқтап көрдік. Жоғары курста матрицамен былай шығарады. S дейді 3/3-тен 2-ден 1 дейді нерде. Так, ана координаттарын жаза қояды. ax, ay дейді. Онда bx, онда by дейді. Мінекей, мынаның анықталуы болсын. Несін табамыз? Анықтауышын табамыз да, көбейте саламыз. 2-де 2-ның анықтауышы, мынаған көбейтеміз, мынаған көбейтеміз, азайта салады екенбіз. То есть накрест. А-ның векторын былай жаздым, b-ның векторын былай жаздым координаттарын. ax-ті by-ге көбейтеміз, ay-ті bx-ге көбейтеміз да, естейміз. Мына бір формула шығып өткен алдында. Азайтқан кезімізде. Мынау универде көрсетілетін не? Біз мектеп тақырыбында сол нәрсені қазір ерте бастан қорытып шықтық. Мына бір формуланың несі екен? Өте оңай түрі бізде осылай шығады екен. Мысалы үшін енді біз бір векторлар бере қоятын болсақ, а векторы қандай сандар береміз? 3 пен 4 бола қойсын. Б векторы қандай болады? 5 пен 12 ма? Да, Пифагор үштіктері ғой. Так, осыған мынаны сала салайық болды. Ауданы қандай болады екен көрейікші. Ауданы тең болады 2-ден 1 көбейтілген. Естейміз нерде? Мынаны көбейтеміз, мынаны көбейтеміз, азайтамыз ғой. 3-те 12 көбейтсем 36 минус мынаны көбейтем 20 болады. Болды. Сонда 2-ден 1 көбейтеміз 16-ға. S неше болады екен? 8 бола салады екен. Ал енді осы нәрсе параллелограмм болғанда қандай болады еді? 2-ден 1 деген нәрсе алдында болмайды. Мынау бізде 3/3 болып тұр. S параллелограмм деп жазатын болсақ, тең болады екен не? Просто так ax by минус ay bx деген формула. Мына нәрсе бізде шығу керек еді. Ең соңында. Так. Болды.